Сәлем достар! Бүгін сіздермен мінсіз болып шығатын және жұмсақ болып көтерілетін бауырсақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Себебі сіздің бауырсақтарыңыз бір жасағаннан жақсы шығады және барлығына ұнайтын болады. Видеоның астында описаниеде құрамы толығымен көрсетілген. Біз бірінші қамырымызды жасауға кірісеміз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құйып, үстіне 2 қасық ашытқымызды, 3-4 ас қасық қантымызды қосамыз. Сонан соң 3 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен біздің қантымыз бен тұзымыз ерігенше араластыратын боламыз. Дәл осы құрамнан мен 7 шелпек және де бауырсақтарды жасап көрсететін боламын. Менің ашытқымның сапасы жақсы болғандықтан, мен әдеттегідей апара жасамаймын, бәрін бірден араластыратын боламын. Енді осы сұйықтығымызға 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды көп салудың қажеті жоқ, себебі біз қазір қамырды жасап болғаннан кейін қолымызды майлап тағы да илейтін боламыз. Сол себепті 3 ас қасық жеткілікті. Енді осының үстіне 2 ас қасық қаймағымызды қосамыз, сонан соң 1 ас қасық майонезді қосатын боламыз. Біз майонезді қамырымыз одан да әрі жұмсақ болу үшін қосатын боламыз. Барлығын жақсылап біріккенше араластырамыз. Онда міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Бірден барлығын емес, бірінші жарты бөлігін салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Сол кезде біздің қамырымыз біркелкі болып шығады. Енді ұнның қалған бөлігін салып, жақсылап қолымызбен қамыр илейміз. Мен басында осылай 500 грамм ұнды қостым. Сонан соң тағы да 100 грамм ұнды қосып, қамырымды жасадым. Менде жалпы 650 граммға жақын ұн кетті. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болатындықтан, сізде осы шамадан кішкене көбірек кетуі мүмкін. Сол үшін өзіңіздің ұныңызға қарай әрекет жасаңыз. Бірақ ұнды тым көп салудың қажеті жоқ, себебі біздің қамырымыз кішкене қолға жабысқақтау болып шығуы қажет. Қамыр осылай қолға жабысып бастағанда, қолымызды сұйық маймен майлап, тағы да жақсылап илейміз. Біздің қамырымыз қанша жақсы иленсе, ол жақсы көтерілетін болады. Біздің қамырымыз осындай жүп-жұмсақ болып шығады, қолға қатты жабыспайды және де қатты сұйық та емес. Енді осы қамырымыздың бетін пищевая пленкамен орап, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырыңыз қатты тез көтерілу үшін үстінен тағы да майлықпен жауып қойсаңыз болады. Бір сағаттан кейін біздің қамырымыз осылай жақсы болып көтеріледі. Өздеріңіз байқағандарыңыздай, көлемі де 2 есе ұлғайған. Енді осы қамырдың ішіндегі артық газдарды шығару мақсатында қолымызды сұйық маймен майлап, тағы да 1 рет жақсылап илейміз. Иленген қамырдың бетін осы пищевая пленкамызбен орап, тағы да көтерілу үшін 30-40 минутқа жылы жерде қалдырамыз. Біздің қамырымыз дайын, енді онымен жұмыс жасай берсек болады. Жұмыс жасайтын үстеліміздің үстіне қамырымыз жабыспас үшін кішкене ұн сеуіп аламыз. Сонан соң қамырымызды аударып, өзімізге қажетті формаларға келтіреміз. Мен бірінші 7 шелпек жасайтын болғандықтан, қамырды осылай сопақша формасына келтірдім. Сонан соң өзіме қажетті кішкене 7 бөліктерге бөліп аламын, ал қалған қамырдың бөлігінен бауырсақ жасап көрсететін боламын. Міне бізде осындай 7 кішкене бөліктер және де 1 үлкен қамыр шықты. Осы біздің үлкенірек қамырымызды өзімізге ыңғайлы етіп домалатып аламыз. Егер де қамыр қолыңызға жабысып жатса, осылай үстелдің үстіне кішкене ұнды сеуіп жіберіңіз және соның үстінде қамырларымызды керекті формамызға айналдырып аламыз. Менің 7 шелпегімді жаюға ыңғайлы етіп, мен осылай барлығын домалақ формаға келтіріп аламын. Қамыр үстелге жабыспас үшін осылай астына кішкене ұнды сеуіп,
Сонан соң үстіне қоямыз. Енді осы әр қамырымызды қалыңдығы 3-4 мм болатындай етіп, домалақ етіп жайып шығамыз. Қамырды жайып болғаннан кейін оны майлықтардың бетіне немесе тақтайшаның бетіне қоямыз және де бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Сол кезде біздің қамырларымыз жақсы болып көтеріледі және піскен кезінде үріліп шығатын болады. Ал мына қамыр біздің соңғы үлкен қамырымыз. Ол қамырдан қазір біз бауырсақ жасаймыз. Оны да солай қалыңдығы 3-4 мм болатындай етіп жайып шығамыз және де өзімізге керекті формаларда кесіп алатын боламыз. Мен осылай домалақ етіп кестім. Оны осылай формалардың көмегімен немесе мен сияқты стаканның көмегімен кесіп алсаңыз да болады. Шелпектерді қызып тұрған майда қуырамыз. Біздің майымыз қызып тұру қажет және де қызып болғаннан кейін астын орташа отқа қоямыз да ары қарай шелпектерді қуырамыз. Шелпектердің түсі сарғыштан кішкене өтсе, сол бізге жеткілікті. Ал егер де оның шеттері батып, ортасы батпай тұрса майға, оның ортасындағы ауаны шанышқының көмегімен шығарып алсаңыз болады. Біздің бауырсақтарымыз дайын. Олар өте дәмді, жұмсақ және де осылай үріліп шығады. Маған осы рецепт қатты ұнайды және де менің қонақтарым да тек қана осы рецептті менен сұрайды. Бауырсақтар дайын болғаннан кейін оны қонақ үстеліне ұсынбас бұрын үстіне қант ұнтағын сеуіп жіберсеңіз, одан да әдемі дәм және де реңк береді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Әйгерім.